Елімізде қыркүйектің 1-нен бастап 1 қарашаға дейін жыл сайынғы емханаларға тіркелу науқаны өтеді. Осы кезеңде өз қалаңызда немесе ауданыңызда қалаған емхананы таңдап ауыстыра аласыз. Алдымен сол мекеменің әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен шарт жасасқанына көз жеткізуіңіз қажет. Ол емханаға медициналық көмек алуға келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап бара аласыз. Кімдер тіркеле алады? Қазақстан азаматтары, ықтияр хаты бар шетелдіктер, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен келген еңбек мигранттары және олардың отбасылары, ерікті немесе міндетті медсақтандыру полисі болған жағдайда. Емханаға егов.kz портал арқылы онлайн немесе емханада өтініш беру арқылы тіркеле аласыз. Сол кезде бұрынғы емханадан автоматты түрде шығарыласыз. Егер медициналық ұйымда ауыстырғыңыз келмесе, өтініш берудің қажеті жоқ. Емхананы үйіңізге жақын жерден таңдаған дұрыс, себебі дәрігерді шақырту ыңғайлы болады. Науқан 1 қарашаға дейін жалғасады. Емханаңызды дұрыс таңдап үлгеріңіз.